Асты бисмилләсіз жеме деген тыйым бар. Діни кітаптарда бисмилләсіз ас ібілістің қорегі делінеді. Бұл жайында мынадай аңыз бар. Ертеде әділ қой бағып, қабыл егін егіп, тынбай еңбек етіпті. Қарындары ашып, тамақтанар кезде қастарына ібіліс келіп, маған да үлес тиіп қалар деп дәмеленеді екен. Әділ асына бисмилля деп қол созғанда шайтанның үміті кесіліп, қап, бүгін жолым болмады. Тамағына ортақтасам деп күні бойы жанында жүріп едім, бисмилля деп асты адалға айналдырды. Маған бұл жерде орын жоқ деп ашуланып кетіп қалады екен. Қабылдың жанына келгенде ол асты қалай болса солай жей береді екен. Қабылдың осы қылығын шайтан жақсы көріпті. Бисмиллясыз асқа ібіліс те келіп ауыз салыпты. Қабылдың әділді өлтіруіне осы жағдай әсер еткен екен. Бисмиллясыз жеген ас ібілістің тамағы деген сөз осыдан қалған деседі. Шиш пайғамбарға адам ата, құттың басы бисмилляда. Құт жұқсын десем, Құдайға шүкіршілік етіп, бетінді сипа деп өсиет айтады. Содан бастап Шиш өсиетті қаза етпей дәстүрге айналдырыпты. Ібіліс қарғыс қамытын киген кезде Тәңірден дат сұрапты. Датынды айт дейді Құдай. Ұзақ жыл құлшылық еттім. Сенде ұлық Аллаға құлдарының еңбек ақысын қайтармау лайық емес. Соның өтеуін бер дейді. Не сұрайсың дейді Құдай. Мені дергейіннен қуып, адамға баспана бердің. Енді менің баспанам қайда болады? Монша мен дәретхана. Дәргейінде жүргенде құлшылық қылатын жерім бар еді. Енді оны қайдан табамын? Базар атаулы сенің құлшылық орның болар. Адамға оқу үшін Құран бердің. Маған не бересің? Өсек аян сенің қасиетті кітабың болар. Адамға қорек үшін тағам бердің. Менікі қайда? Біреу бисмиллясыз ас ішсе, дастарханда бата қайырмаса, сол ас саған бұйырсын депті. Ібіліс алған олжасына масайрап, Құдайдың дәргейінен қуылып кете барады. Содан бері өзімнің қорегімді жеймін деп, әр үйдің дастарханын аңдиды екен. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жырлаған аңыз нұсқасында Ібіліс: жаралған әурелікке менің басым, не керек мұнша дәурен сүрген жасым. Ас, қорек, адамдарға тағам бердің, кәнекей, ішіп жейтін менің асым, деп сұрайды. Сонда Тәңірі: еңбегін еш пенденің жемейміз біз, өз пиғылым болып тұрған өзіне кез. Тағамын сенің малғұн осы болсын. Ас ішсе, егер біреу бисмиллясыз деп жауап берген екен. Тағы бір аңызда Ібіліс барлық шайтанды жинап, бүгін тойға барамыз, тамаққа тоямыз. Бір пақыр той жасап жатыр, бала шағаны түгел жинандар. Өзі дінге әлсіз, тыйым талапқа салақ. Қарым бір тойса, соның дастарханынан тояды дейді. Барлық шайтан қуанып, тойға асығады. Тойда тойбастар басталып, әулеттің сөз ұстайтын беделді ақсақалы алға шығады да бисмилля деп сөз бастапты. Бұл сөзді естіген Ібіліс, қап, бұл ас бізге бұйырмады деп шарасыз халде отыра кетіпті. Бұл жайында жыр дастанда айтылған имандардан кітаптар көп, бәрінің басында бар бисмиллясы. Дүниеде жүргенінде әрбір адам айтпастан бисмилляны ішсе тағам. Қосылып шайтан, лағин бірге ішеді, адағып болғанынша бәрін тамам, деп айтылады. Қисса сүл Әнбия аңызында Нұх пайғамбардың бисмилля сөзімен құждың қарнын тойдырғаны айтылады. Құж кесір мінезді, он істі терісінен істейтін қыныр болыпты. Ұзын бойы таудан асып, бұлттар алқа сияқты мойнына киіліп тұратын. Жалғыз өзі таудың үңгірінде жататын. Құждың бір ғана қайғысы қарнын тойғызу, ішегі тәулік бойы шырқырап тұратын. Ертелі кеш орманнан отын шауып, напақасын айырып жүреді. Бірде Нұх құжды шақырып, ағаштарды тасып беруін өтінеді. Сонда құж: қарнымды тойғызсаң, ағашты тасыйын, тойып тамақ ішу маған арман. Майлы ас жеп, қарным жұбанған емес дейді. Айтқаным болсын дейді пайғамбар. Құж ертесіне Нұхтың ағаштарын тасып береді. Жұмысы біткен соң Нұх оның алдына бір шелпек әкеліп қояды. Өй, мынауын жұмырыма жұқ болмайды ғой деп, құж ашуланады. Бисмилля деп же, сонда тоясын дейді пайғамбар. Құж бисмилля деп шелпектің жартысын жегенде тоқтығы білінді. Жартысын қалтасына салып, қарны тойғанына мәз болып,
жөніне кеткен екен.